операға қашан барып едіңіз? Бармасаңыз, міне бүгін жамбылдық тұрғындар үшін арнайы Жеңіс саябағында күзгі әуен классикалық әуен кеші өтіп жатыр. Қала тұрғындары келген өте көп. Расында операны тыңдасаң жаның рахаттанып бір демалып қаласың, иә? Мінекей қошемет. Ендеше бүгінгі кешке кімдер келді, кімдер өз өнерін халыққа паш етеді. Бірге көрейік. Кеттік. Биыл Астанада министр болып жұмыс істеп жүрген кезде. Бүгін енді керемет бұл Таразда расымен бола бермейді ғой бұндай кештер. Әрине. Опера деген негізі мынау музыканың ең жоғарғы шыңы ғой. Біз енді Астанада болған кезде операға жиі барып тұратынбыз. Бүгін де Майра әпкеміз келді, жұлдыздар келіп жатыр. Өте керемет кеш болды. Осындай ашық ауладағы кешті тек қана Таразда жасауға болады, қазан айында. Бұл енді әрине үлкен тарихта қалатын оқиға деп ойлаймын. Осындай аудандарға барып, үлкен облыстарды аралап, ол енді үлкен бір өте мәнді, мазмұнды, құнды нәрселер деп ойлаймын. Ертең осы қазір жиналған ортада жас буын, кішкентай балалар келіп, мынадан басқа да бір саз әуендер бар екен ғой деп өзі таң қалып, мүмкін бүгінгі концерттен кейін бір топ бала өздерінің пікірлерін өзгертер. Күшті вайп болып тұрсыз ғой? Иә, мен өте жақсы көрем осындай оперный классический өлеңдерді. Просто обожаю. Жұмыстан кейін келіп тұрмыз осы жерге көру үшін. Қазір қарап тұрмын, жастар да қарап отыр. Өте қуаныштымын, что жастар тоже осындайға келіп атқанына. Ой, өте керемет, жақсы әсер алып жатырмыз аха. Нағыз опера мына дәл өзі. Керемет. Ауа райы да керемет, әншілер де жақсы айтады екен. Қайдан көрдіңіз бүгін кеш болатын? Чаттардан көрдім. Қалай енді бүгінгі кеш ұнап жатыр ма? Өте керемет. Күшті, прям сөзбен айтып жеткізу қиын. Кішкентайыңызбен келіпсіз, қызыңызды опера әншісі қылғыңыз келмей ме? Әрине болам десе неге қарсы болмаймыз.